Инновация мен технологиялық процесстер басқару мамандығының 4-ші курс студенті Беркалиев Тұржан. Қазақстанның индустриалды цифрлық дамуына және ғылыми саласының дамуына үлес қосқым келеді. Әсіресе Маңғыстау өлкесінде өндіріс зауыттары және тамақ өнеркәсіп салаларында озық технологиялардың пайда қосуына байланысты өзінің үлесімді қосып, оны барынша дамытқым келеді. Сондықтан мен осы мамандықты таңдадым. Жақында осы 2022 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің сөзінде Қазақстанның дамуы үшін техникалық және инженерлік мамандарға басымдық беру деп айтқан болатын, және осы сөз осы мамандықты растайды. Қазіргі таңда актуалды мәселелердің бірі жұмыссыздықтың алдын алу болып саналады. Сол жұмыссыздықтың алдын алу үшін өндіріс зауыттар салу болып саналады. Менің тілегім осы зауыттарға салуға үлесім қосқым келеді. Мен осы мамандыққа келуімнің бірден-бір себебі қазіргі таңда осы технологиялық дамуына байланысты Tesla электромобильдерінің автономды түрде роботтардың көмегімен жұмыс жасау болып табылады. Мен өз мамандығымда Илон Маск атты әйгілі өнертапқышқа үлгі аламын. Себебі ол осы технологиялар дамыту арқасында өз елін дамытып отыр. Мен де сол сияқты өз елімді дамытқым келеді. Мен республикалық деңгейінде жақсы жетістіктері бар. Маңғыстау өлкесінде ең үздік колледждің бірінде оқимын. Бұл колледжде әсіресе автоматтандыру мамандығы жақсы дамыған. Ол республика бойынша ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Бұл өндірісті автоматтандыру шеберханалары. Бұнда біздің негізгі сабақтарымыз өтеді. Бұнда біз автоматтандыру шиттерін жинап, автоматтандыру программаларын жазып, іске қосамыз. Және автоматтандыру бойынша, әлем бойынша Эмерсон стандартындағы бақылау өлшеу аспаптары мен құрылғыларын іске қосамыз. Және әлем бойынша лидер германиялық сұраныстарда программалық басқару жұмыстарын іске қосамыз. Және біздің оқытушылар біздің базамызды ары қарай дамытуға өз үлестерін қосып жатыр. Бұл жабдықтарды басқару арқылы біз сұранысқа ие және тәжірибелі маман болып шыға аламыз. Біздің колледж біздің мамандық бойынша Өзенмұнайгаз акционерлік қоғам басқару автоматтандыру телекоммуникация филиалымен келісімге отырды. Біздің білім мен техникалық дамуымызға біздің колледж осы филиал мамандарымен жұмыс жасап келеді. Менің осы мамандық бойынша алатын біліктілігім электромеханик. Электромеханик мамандығы өндіріс және өнеркәсіп зауыттарда, сондай-ақ тамақ өнеркәсіптерге автоматтандыру жүйелерін енгізу, ондағы автоматтандыру құрылғыларына қызмет көрсету, жөндеу және оларды іске қосумен айналысады. Сондықтан менің мамандығым шығармашылықты, аналитикалық ойлау білуді, жоғары интеллектуалды деңгейде, мықты денсаулық пен психоэмоционалды тұрақтылыққа қажет етеді. Автоматтандыру дегеніміз не? Автоматтандыру дегеніміз арнайы машиналар мен техникалар көмегімен кез келген ортада адамдардың жұмысын жеңілдетіп, кез келген процестің автоматты жүруіне ықпал жасау болып саналады. Оның пайда болу тарихын айтсақ, оның басталу тарихы сонау ерте заманнан басталады. Тіпті оның басталу тарихын сол замандағы адамдар да өздері байқамаса керек. Себебі автономды түрде өздігінен жасайтын механикаландырылған аппараттары ең алғашқы пайда болған автоматика элементтері болып саналады. Дегенмен 18 ғасырдың аяғы мен 19 ғасырдың басына қарай өнеркәсіптік революция кезеңінде автоматика элементтері қарыштап дами бастады. Оның ішінде 1765 жылы Ползунов у қазандығын тіректендірудің автоматты реттегіштерін ойлап тапқан. Кейіннен электрониканың дамуы мен жаппай автоматтандыру, роботтандыру науқаны дамып, қазіргі таңда автоматты жүйелер, киберфизикалық жүйелер ақылды өндірістерге айнала бастады. Маңғыстау бойынша жетекші өнеркәсіптің бірі Өзенмұнайгаз акционерлік қоғам филиалы қазіргі таңда біздерге мынандай талаптар қойып отыр. Автомат жүйелерді жобалау, енгізу, монтаждау, құрастыру. Автоматты жүйелерді іске қосу, программалық баптау. Автоматты басқарудың адам бойынша байланысын дамыту. Бүгінде мен колледждің берген тәрбиесіне, тәжірибесіне және біліміне 4 жыл бойы сіңірген толық маманмын. Және осы 4 жыл ішінде көптеген жетістіктерге жеттім. Сол жетістіктерге жеткен, көмектескен арнайы оқытушыларыма және барлық колледждің оқытушыларына алғыс айтқым келеді. Және де алдағы уақытта Қазақстан дамуына қолтаңбамды қалдырғым келеді.